Құрметті білім алушылар, бүгін біз енді семинар сабағымыздың екінші бөлігін жалғастырамыз. Біз өзі семинар сабағымызды екі бөлімге бөлген болатынбыз. Алдында айтып кеттік. Енді осы жағында семинар сабағымыздың екінші бөлімі жағында жалғастырамыз. Демек, алдында айтқанымыздай, біз осы сабақта да тапсырмалар жинағынан әртүрлі тақырыптарды талдап кететін боламыз. Әртүрлі тақырыптарды талдап, әртүрлі тақырыптар бойынша ой бөлісіп, пікір бөлісіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға негізделіп, сол жаңағындай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамамен жұмыс істеп кетеміз. Біз енді сабақтың бастығына да айтқанбыз. Біздің мақсатымыз осы жаңағындай сыбайлас жемқорлық тақырыбын жан-жақты зерделеп, жан-жақты талдап, жан-жақты меңгеру, және де осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды баптарын жаңағындай талдап, сол заңнамамен жұмыс істеп үйрену, және де осы сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылық, әкімшілік құқық бұзушылық тақырыптарын талдау. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру деген болатынбыз да. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру барысында біз әрине адалдықты, парасаттылықты, кішіпейілдікті, сенімді болуды, әділдікті, заңдылықты талдай отыра, бұл жерде сөз жоқ, әрине жақсы мен жаманды айтып отыруымыз керек бізде. Әрине жақсы іс-қылық деген қандай болады, жаман іс-қылық, соның ішінде заңсыз іс-қылық, іс-әрекет кешіріңіздер, іс-әрекет, заңсыз іс-әрекет, демек ол әкімшілік құқық бұзушылық, қылмыстық құқық бұзушылық, тәртіп бұзушылық, еңбек тәртібін бұзу деген сияқты ұғымдарды қоса айтып отыруымыз керек бізде. Өйткені көрдіңіз бе, әдеп пен әдепсіздік, жақсылық пен жамандық, заңдық пен заңсыздық, кішіпейілдік пен дөрекілік деген секілді ұғымдарға жан-жақты салыстырмалы талдау жүргізе отырып, біз әрине сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастырамыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастырамыз. Бұл орайда әрине біз сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты да айтып отыруымыз керекпіз. Енді бұл жерде жалғастырып кетейін, өзі қазір 3 тапсырманы талдап кетеміз. Одан кейін жаңағыдай үйге тапсырма берілетін тапсырма бар. Бірінші мекеде жалғастырайын. Аудан әкімдігінің аппарат басшысы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне былай деп қызметтік хат жолдайды. Әкімдіктер өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүргізуге міндетті. Ал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу әкімдіктің міндетіне кірмейді деп жазды. Аппарат басшысының пікірімен толық келісуге болады ма? Екінші сұрағымыз, аппарат басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның қандай баптарын негізге алған болатын? Енді бұл жерде көрдіңіз бе, аппарат басшысы хатында былай деп тұр ғой, әкімдіктер дейді жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізуге міндетті. Бұл әрине міндеттілік бар. Бұл міндеттілік осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 22-ші бабымен жүктеліп тұр. 22-ші бапта кез келген мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізуге міндетті деп көрсетеді. Ал сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың алдын алу әкімдіктің міндетіне кірмейді деп жазды дейді. Бұл жерде де аудан әкімдігінің аппарат басшысының хатындағы жаңағыдай жауабы өте дұрыс, өте заңды, заңның аясында көрсетіліп тұр. Әрине осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 21-ші бабында көрсетіледі. Осы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарды тергеп тексеру жүргізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл барысында жаңағыдай кез келген заңсыздықтарды, кез келген құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық іс қозғап тергеу әрекет амалдарын жүргізу, бұл енді уәкілетті органдарға сыбайлас жемқорлықпен қарсы іс-қимыл жүргізу департаментіне, агенттікке міндеттетіп жүктелген болатын. Ал енді көрдіңіз бе, бұл жерде тағы бір ескеретін жай бар. Осы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға ықпал ететін, демек соған мүмкіндік беретін деген сөз ғой. Жол беретін себептер мен жағдайларды
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың алдын алу әкімдіктің міндетіне кірмейді дейді. Енді тергеуге келетін болсақ, тергеу әрине әкімдіктің міндетіне кірмейді. Бұл енді мысалы әкімнің қызметкері, әкімдік қызметкері тергеу жүргізетін болса, ол мемлекеттік қызметкердің әрекеті бұл жерде сыбайлас жемқорлық қылмыс болып кететін еді. Демек, лауазымды өкілеттіктің қылмыстық кодекс бойынша лауазымды өкілеттігін асыра пайдалану 362 бап бойынша ол жауаптылық көрсетілетін еді. Ал бұл жерде егер жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлық көріністеріне, сыбайлас жемқорлықтың болуына жол беретін, мүмкіндік беретін, соған жаңағыдай ықпал жаңағыдай ететін, соған себеп, бірден бір себеп, сондай сыбайлас жемқорлық болуына жол беріп тұрған, мүмкіндік беріп тұрған дейді әртүрлі жағдайларды алдын алу, болдырмау, сол жөнінен жаңағыдай қандай да бір шаралар жүргізуге әкімдік бұл жерде міндетті емес деген жерде аппараттың басшылығы қателік жіберіп отыр бұл жерде. Өйткені қылмыстық кодексте, кешіріңіздер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда 8-ші бап бар. Сыбайлас жемқорлық жаңағыдай құқық бұзушылықтар бойынша сыбайлас жемқорлыққа жаңағыдай мүмкіндік беретін, жол беретін жағдайлардың жаңағыдай тәуекелін жүргізу. Демек, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері дейміз ғой. Әрине, осы жерде жаңағыдай аудан әкімдіктері сыбайлас жемқорлық бойынша ішкі талдау жүргізеді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша ішкі талдау жүргізеді. Демек, жаңағыдай аудан әкімдіктерінде сыбайлас жемқорлыққа мүмкіндік беретін, ықпал жасап тұрған, соған жол беріп тұрған қандай жағдайлар бар екен, соны анықтап, сол жөнінен жаңағыдай алдын алу, болдырмау жұмыстарын жүргізеді. Келесі тапсырмамыз, жоғары оқу орнының студенті өзінің баяндамасында барлық мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға міндетті. Бұл міндеттілік Қазақстан Республикасы заңнамасында көрсетілген дейді. Студент заңнаманың қай баптарына сілтеме жасап тұр. Енді көрдіңіз ба, бұл жерде студент жаңағыдай барлық мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, жемқорлықтың алдын алуға міндетті дейді. Жүргізуге, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға міндетті деп көрсетіп отыр. Студенттің жауабы өте дұрыс. Студент жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 22-ші бабын негізге алып тұр. 22-ші бапта барлық мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізуге, алдын алуға, болдырмауға міндетті деп көрсетеді. Келесі тапсырмамыз енді осыдан кейін аяқтап қалдым бүгінгі сабағымда. Студент семинар сабағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының бірі ол парасаттылық, адамгершілік, ұстамдылық деп баяндады дейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 4-ші бабымен танысып шығыңыз. Студенттің жауабымен келісуге болады ма? Бұл жерде жаңағыдай көрдіңіз ба, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 4-ші бабын көретін болсақ, біз 4-ші бабында байқаймыз, әрине. Бұл жерде жаңағыдай 4-ші бабында көрсетіледі қағидаттар. Қағидаттар көрсетіледі. Заңдылық қағидаты, мемлекеттік органдар мен азаматтардың арасындағы бірлесе отырып жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізу қағидаты, ашықтық пен жариялылық қағидаты, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау, тәуекелдерді зерделеу қағидаты деп кетеді. Ал енді бұл жерде жаңағыдай мына жерде адамгершілік, ұстамдылық, парасаттылық, парасаттылық деп көрсетеді. Бұл жерде енді адамгершілік, ұстамдылық, парасаттылық деген ұғымдар, бұл аталған ұғымдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қағидаттарға жатпайды. Бұл аталған ұғымдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл барысындағы мәдениетті қалыптастырудың құндылықтарына жатады. Демек, 9-ші бапта көрсетіледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда азаматтар, қоғам өзі сол жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында бағыттайтын, соған бағыттайтын құндылықтарды сақтауымыз керекпіз, сол құндылықтарды үнемі жетілдіріп отыруымыз керекпіз деп. Сол құндылықтардың ішіне адамгершілік, адалдық, парасаттылық, сенім, кішіпейілдік,
заңдылық, әдептілік қағидат, әдептілік сияқты құндылықтар жатады. Бұл енді аталған ұғымдар құндылықтар негізінде. Енді білім алушыларға тапсырма, үйге тапсырма сол жаңағыдай. Мінекей біз осы семинарымызда тағы да 2 бапты қосып тұрмыз ғой. Бірінші бабымыз әрине 4-ші бап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 4-ші бабы, және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 9-ші бабын, осы 2 аталған бапты 4-ші бап, 9-ші бап үйде оқып, талдама жасап, жаңағыдай егжейлі-тегжейлі қарап келіңіздер. Үйге тапсырма осы. Көп рахмет сіздерге.